Түркістан облысы, Арыс қаласы, жас натуралистер, техниктер, туристер станциясы, қосымша білім беру педагогы Бақыт Серғазылы. Бүгінгі қашықтықтан оқыту сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы компасты пайдалану арқылы азимутты және көкжиекті анықтау. Сабағымыздың мақсаты азимут және көкжиектің тұстарын анықтау тәсілдерін меңгеру. Сабағымыздың барысы компасты дұрыс қолдану, бейтаныс жерді бағдарлау әдістері. Азимут дегеніміз не? Азимут бойынша жол тауып жүру. Компас тілі металға сезімтал болғандықтан, ешқашан металл заттармен бірге, мысалы пышақ, сағат және тағы басқа металдан жасалған заттармен бірге рюкзакқа салынған компасты қолдануға болмайды. Компасты қолданбас бұрын жанында металл заттардың жоқ екеніне көз жеткізуіміз қажет. Электр желілері және темір жолдар компастың магниттік тіліне әсер ететінін есте сақтауымыз қажет. Сондықтан олардан шамамен 40 метр қашықтықта қозғалу керек. Қажетті бағытты анықтау үшін компасты көлденең тегіс жерге қоямыз. Мысалы, алақанда қимылдатпай, солтүстік бағытты көрсеткенше күту керек. Компастың тілі түрлі түсті болып келеді. Мысалы, көк түс солтүстік, ал қызыл түс оңтүстікті білдіреді. Бейтаныс жерді бағдарлау үшін ең алдымен көкжиек тұстарын табу керек. Содан кейін барып өзіңнің тұрған жеріңді анықтайсың. Көкжиектің тұстарын күнге, темір қазық жұлдызына және жергілікті белгілерге қарап анықтау тәсілдері бізге белгілі. Дәл бағдарлау үшін компасты пайдаланамыз. Көкжиектің негізгі және аралық тұстары бағытты тек тұспалдап қана білдіре алады. Ал компастың көмегімен жүретін жолды дәлме-дәл анықтауға болады. Ол үшін компас пен азимутты өлшейміз. Азимут деп белгілі бір затқа қарай жүргізілген бағыт пен солтүстік бағыттың арасындағы бұрышты айтамыз. Азимут компастың магниттік тілінің бағыты бойынша 0 градустан 360 градусқа дейін есептелінеді. Толық шеңбер 360 градустан тұрады. Соған сәйкес компастың циферблаты 360 градусқа бөлінген. 0 градус солтүстік, 90 градус шығыс, 180 градус оңтүстік, 270 градус батыс бағытқа сәйкес келеді. Қараңғы түнде, қалың орман, ақ түтек боранда, сондай-ақ орман ішінде немесе жазық жерде жол тауып жүру қашанда қиын. Мұндай жағдайда алдын ала тағайындалған деректер бойынша бағдарды компаспен белгілейміз де жүрген қашықтықты өлшеп отырамыз. Бұлай жол тауып жүруді азимут бойынша жүру деп атаймыз. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, солтүстік географиялық карта негізінде есептелген азимут нағыз азимут, ал магниттік солтүстіктен компас бойынша есептелген азимут бұл магниттік азимут деп аталады.